сіздермен бірге зе сұхбат. Зе. Сұхбат. Жоқ, сіз иттің көз жасына сенесіз бе? Бұл сұрақ қойып, қандай жауап күтесіз? Ит шыққан жерден белден қаз дейді. Ит емес, алтын шыққан болса керек. Алтын? Сен қатты таң қалдың, ол не сөз деп. Актриса деген атақты кім берді сізге? Жоқ, олай емес. Актриса деп кім айтып жүрсіз? Что за у вас ведущие, что за у них IQ очень низкий, боже мой, это же Крылов. Төреғалида қандай фобия бар? Бұл сұхбат жалпы мен туралы ма, әлде Төреғали туралы ма? Сол үшін мен келесі сұрақтарға жауап бермей қойын. Олай, қандай аурудың түрлері сізге жақын? Типа мен қандай аурумен ауырамын, иә? Қандай ауру түрлері сізге жақын? Нұрлан Байділді айтады. Абай осы күні өмір сүрсе, асып кетсе блогер болатын еді дейді. Сонда жамбыл репер болатын деді. Біздің Абай атамызға прикол ұстап отырмыз ба? Жоқ, Нұрлан Байділді айтыпты. Сіз енді соның сөзін қайталап отырсыз ғой. Мен ойлаймын, маған арналған өлең ол сен көріктісің, не істеймін десең де еріктісің. Неміс ақыны Сізге міндетті түрде сұрақ қойғыңыз бір связка керек пе осындай? Что-то я смотрю, ты, мне кажется, не можешь. У тебя только красные носки и все. А Буха, кстати, реагирует на красную тряпку. Давайте импровизация. Сұрағыңыз аяқталған сияқты. Вас устраивает вообще этот, что вот здесь что-то какой-то каша была?